Жеңгесінен қорлық көрген жетім қыздың оқиғасы. Қараңғы бөлменің бір бұрышында бүрісіп жылап отырған Бануды ешкім басынан сипап, жылы сөздер айтып жұбатпады. Даңғарадай іші толған, жиһазға толы керемет үйді жылу жүйесі жылтып тұрғанымен, Банудың жанын жылытатын ешкім жоқ. Кезінде шат күлкі кетпеген бұл бөлмелер үнсіздікке толы. Осыдан 2 ай бұрын Банудың әке-шешесі көрші ауылдағы ағайынның тойына барған еді. Жолда көлік апатына ұшырап, екеуі бірдей көз жұмды. Бану бұл отбасының жалғыз қызы еді. Енді отбасының жалғыз мүшесі болды. Қайғылы қазадан кейін 2 ай өтсе де, Банудың көзі құрғамады. Тым болмаса жақын тартып араласатын туыстары да жоқ. Бану 11 сыныпты биыл бітіреді. Өзі ай десе аузы, күн десе көзі, талшыбықтай, қасы көзі қиылған, қазақтың қара домалақ сұлу қызы еді. Мектепте жігіттер қызыға, қыздар қызғана қарайды. Қолынан өнер тамған, киім пішу, тоқыма тоқуды анасынан меңгерген. Анасы екеуі тіккен киімдерін тіпті таласып сатып алып жататындар ауылдастары. Өлінің артынан өлмек жоқ емес пе? Келесі күні таңертең Бану өз-өзіне келіп, болашаққа жоспары жайлы ойланады. Көрші ауылда ағайын туыстары қызды жалғыз қалдырмай, өз үйіне тұруға шақырады. Бану да келісе кетті. Үйін құлыптап, сатылады деген тақташа әлді. Керек жарағын алған ол бірден автобусқа қарай тартты. Әкесінің ағайынды інісі Мұрат аға өте ақкөңіл кісі екен. Банудың халін сұрап, жұбатып, жақын тартып жатыр. Ал жеңгесі Саяның іші тар, қызғаншақ адам екені бірден білініп тұр. Банудың сәлемін алмастан ала көзбен бір атып, жақтырмаған даусымен шайға шақырды. Мұрат пен Саяның 2 баласы бар. Үлкені 5 сыныпта, ал кішісі 2 сыныпта оқиды. Бану жеңгесінің мінезін сескеніп, өзі қысылып, сасып қалды. Бірақ Мұрат ағаның жылы шырайын көріп, жаны қайта жай тапқандай болды. Осылай күндер өтіп жатты. Жаңа мектепке орнығып, достарына да үйренісе бастаған Бану, кішкене болса да қайғы мұңынан ажырағандай болды. Күнделікті үйдің жұмысын Сая Банудың мойнына артып қойды. Сабақтан келе сала, Бану осы үйдің отымен кіріп, күлімен шығатын болды. Саяның балаларының кірін жуып, сабақтарына көмектесті. Осының кесірінен сабақ үлгерімі де нашарлап кеткен еді. Кешке дейін жұмыстан қолы босамайды. Кешкісін шам жақса ақша кетеді деп, жеңгесі Сая айқай салады. Бір үйдің еркесі Бануды жеңгесінің мұндай қылықтары қатты қиналдырды. Бірақ Мұраттың көңілін түсірмеуге тырысқан Бану бәріне көнді. Құдай оңдап үйі де жақсы бағаға сатылды. Осы ақшамен оқу орнына түсем деген үміт Бануды жетелеп жүрді. Банудың санасында болашаққа деген үміт оты жанды. Үйдің ақшасының біразын Мұрат ағаның балаларына киім-кешек пен ойыншық алып беріп, қалғанын чемоданына салып тығып қойды. Түн жарымда Саяның айқайы естілді. Ұры түсті, ойбай ұстаңдар, деген дауыс естілген Бану жүгіріп шықты. Сая жерде Банудың чемоданын ұстап отыр екен. Банудың бар арманы, үмітінің соңғы жібі үзілгендей болып, жерге отыра кетті. Көзінен тамған жастары бірінен соң бірі үзіліп жатты. Ешқандай ұры келмегені айдан анық еді. Саяның қулығы тағы да жүзеге асып кетті. Әттең, қолмен ұстамаған соң оны айыптауға ешқандай дәлелі жоқтығын, ешқандай дәрмені жоқтығын сезінді. Сиырының ақшасы, үйінің ақшасы, арманы, үміті, сенімі, бәрі көкке ұшты. Тек бір апта өтпей жатып, Саяның кредитке деп алған қымбат жиһаздары,
Кредитке деп алған қымбат тон, қымбат етігі осының дәлелі еді. Мектеп біткен соң Бану ойланбастан қаладағы Сара деген бұрын бірге оқыған құрбысына қоңырау шалды. Қалаға жақын күндері баратынын ескертті. Сара да құрбысының келуін күтіп жүрген еді. Қуана-қуана қарсы алатынын да айтты. Қала. Зуылдап жатқан бітпейтін, таусылмайтын көліктер. Автобустан аузы ашылып, жан-жағына жатырқап түскен Бануды Сара алыстан-ақ таныды. Тек Сараны тану мүмкін емес еді. Шашын сарыға бояп, қысқа белдемшесімен желбіреп, биік өкше туфлиін анық-анық басып келе жатқан қызды Бану бірден танымады. Жақындап келгенде ғана көрген ол мойнынан құшақтай алып жылап жіберді. Сара әке-шешесіне көңіл айтып, жолдың жиегінде тұрған көлікті меңзеді. Құрбысының көлік айдағанына тамсанған Бану шын жүрекпен қуанды. Екеуі Сараның пәтеріне келіп, 3-4 сағат сырласты. Бірін-бірі қатты сағынысқан құрбылар шәй ішіп отырып, бір жыласып, бір күлісіп, өткендегі ой елегінен өткізді. Бану өкінішке қарай жоғары оқу орнына түсе алмады. Қатты қамықты. Бірақ бір жағына жұмыс істеп ақша тапсам, кейін оқып алармын деп те ойлады. Сара таныстары арқылы Бануды даяшы етіп жұмысқа орналастырды. Күндер, айлар өтіп жатты. Қаланың жайына үйреніскен Бану жақсы ақша таба бастады. Ақшасын Сараға беріп тұрды. Сараның өзі әнші еді. Түнделетіп мейрамханада, дәмханаларда өлең айтып, нәпақасын тауып жүрді. Қалтасында әрқашан ақша жүреді. Жұмыс, үй, жұмыс. Осы екі арада ғана жүретін Бануды Сара бір көңілін сейілтіп, достарымен болатын кешке алып шықпақшы болды. Сараның жүздеген көйлегінің ішінен ең әдемісін кигізіп, бояндырып еді, Бану керемет жайнап шыға келді. Алғашында келіспей қойған оны құрбысы күштеп үйінен шығарды. Сараның достары өзі сияқты ашық, жарқын еді. Кезек-кезек ән салып, көңілді отырды. Бану да енді үйренісе бастады. Әшейінде ауыз жаппас Нұрлан бұл жолы бәрін таң қалдырды. Ауызына сөз түспей қысылып отырды. Бұның себебін бәрі түсінді-ау деймін. Бірден вальс қойды. Нұрлан Бануға жақындап келіп, биге шақырды. Екеуі бұл биді үнсіз биледі. Бір-бірінен ұялып, бір қызарып, бір бозарып тіл қатыспады. Нұрлан әнші жігіт, өте сымбатты, сыпайы, нағыз ер жігіт екен. Негізі Сара екеуі Нұрсары атты дуэт құрған. Бірге көптеген тойларда елдің батасын алып, керемет дауыстарымен тамсандырып келген. Ал Сара сырттай Нұрланға ғашық. Бұны Нұрлан сезеді, бірақ Сараның қыңыр мінезін онша ұнатпайтын еді. Енді міне, бір көргеннен Банудың сұлулығына, биязылығына байланып қалған Нұрланның көзін махаббат ұшқыны байлады. Сара да бұны байқап, қызғанып, іші оттай күйіп жүр. Мектеп кезінде де Сара ұнатқан жігіттер Бануға көңіл білдіруші еді. Тағы да солай болды. Бану да білдірмегенімен Нұрланды бірден ұнатып қалды. Кеш біткен соң Сара мен Бануды Нұрлан шығарып салды. Сараның Бануға деген көңілі суып кетті. Бұрынғы қайырымды Сара енді жоқ. Киімін қызғанып, болмашы нәрсеге сөйлеп, қабақ шытатынды шығарды. Бірақ махаббаттың торына іліккен Бану оған мән де бермеді. Арман мен қиялда ұшып жүрді. Бану мен Нұрланның арасында махаббат өрбіді. Күнделікті кездесіп, айлы түндерде қала көшелерін кезетін болды. Нұрлан домбырасын әкеліп, Банужан екеуміз үйленгенде саған беташа жырын өзім шырқаймын. Тыңда, міне, былай тұр. Бетіңді мынамен жаба тұр, деп киімін жауып қойып, айт келін ау, айт келін, деп шырқай жөнелетін.
Көшедегілер таңырқап та тамсанып та қарап өтетін. Бану киімінің астында ішек сілесі қатып күліп отырады. Құшақ-құшақ гүлге Бануды қарық қылды. Екеуі ғашықтар көңілінде жүзді. Дүниедегі болып жатқан жағдайларға қарамады. Бейне бір басқа әлемде сияқты. Сара болса, Бануды жек көргені соншалықты, тіптен одан құтылудың жолын қарастыра бастады. 8 наурыз еді. Нұрлан Бануды кешкі сағат 8-де орталық саябаққа шақырды. Өкінішке қарай, қаланы білмейтін Бану Сарадан көмек сұрады. Осыны пайдаланған Сара ойланбастан басқа саябақтың мекен жайын сызып берді. Әдемі киініп дайындалып, Бану кездесуге шықты. Саябаққа келген Бану кіреберіс есікте ұзақ күтіп қалды. 1 сағат, 2, 3 сағат өтті. Нұрлан келмеді. Қараңғы түсіп қалған еді бұл кезде. Ал Сара бұл кезде Нұрланға телефон шалып, Банудың басқа жігітпен кетіп қалғанын, оған сатқындық жасағанын айтты. Нұрланның қызғаныштан көзі қарауытып, естігенінің бәрін шын көріп тұрды. Бану қатты тоңып, көзінен жасы тамшылап, подъезға жақындап келе жатты. Нұрланға ашуланып, бір жағынан бір нәрсеге ұшырап қалды ма екен деген ой да көңілінен кетпеді. Кенет бұрылыстан шамын жақпай ұшып өте шыққан көлік оны қақты да кетті. Көзін ашса, палатада жатыр екен. Жанында медбикеден басқа ешкім жоқ. Аяқтары қатты ауырып тұр. Жай басын көтеріп қарап еді, есінен танып қала жаздады. 2 аяғын тізеден кесіп тастапты. Бар даусымен айқайлап жылай бастады. Медбике құшақтап шуатты. Қайтсын, жанында демеу болар ешкім жоқ. Медбикенің аяныш сезімі еріксіз қызды құшақтап жылы сөздер айтқызды. Аспан жерге түскендей, бүкіл әлем одан теріс айналғандай еді. 1 апта жатты. Осы 1 аптаның ішінде ешкім келмегені жанына батты. Әттең, әке-шешем-ай, жанымда болсаңдар жылы құшақтарыңмен жылытар едіңдер. Мейірімдеріңді сағындым. Неге мен? Bir кезде Мейірбике сүйінші сұрағандай, Бану, жігітіңіз кеп тұр, деді. Өз құлағына өзі сенбеген Бану ұшып тұрайын деді. Бірақ аяғын көңіріп, қайта көңілі түсті. Палатаға кірген Нұрлан Банудың жанына ақырын жайғасты. Бану қуанып, қолынан ұстайын деп еді, Нұрлан қолын тарта қойды да, қалайсың деді. Өзің көріп тұрсың ғой, деп Бану жылап жіберді. Кешір Бану, мен қоштасуға келдім, деген Нұрланның сөздері жығылғанға жұдырық болды. Кішкене болса да жанына жұбаныш іздеген Банудың жүрегі қақ айырылды. Нұрланның соншалықты қатыгез екені ойы түгіл түсіне кірмеген еді. Кешір, ата-анама сау келін керек қой, сен де мені түсінші, деді. Бану үн қатпады. Терезеге тесіліп қарап жатты. Көзінің жасын сүртті де, кете бер, бақытты бол, деп нақ-нақ жауап берді. Осыны күткендей Нұрлан тұрды да шығып кетті. Бану бұдан соң жыламады. Қайта бұндай сатқыннан дер кезінде құтылғанына тәубе деді. 2 аптадан соң дәрігердің қыздың жағдайын біліп, мүгедектер арбасын тауып берді. Ауруханадан арбамен шыққан қыз бірден Сараның үйіне тартты. Сара есігін ашты да, ренжіме Бану, мынау киімдерің, менімен бірге тұра алмайсың. Саған бір адам қарауы керек қой, деді кемсітіп. Бану Сарадан осыны күткен еді. Себебі оны Сараның көлігі қаққанын сезген. Киімдерінің арасынан тек керектілерін теріп алайын, көтере алмаспын деп ойлаған Бану киімдерін ақтарып, анасы екеуі тіккен көйлектерді көріп көңілі босап кетті. Бар ішіндегі жиналған қайғысын көйлекті бетіне басып отырып, жылап шығарып алды. Бұны көріп тұрған Сара еш аяушылық танытпады. Қайта Нұрланға сол қолы жететінін сезіп, қуанып тұрды.
Тіккен киімдерін Бану орталық базардың алдына жайып қойды. Мүмкін мүгедек біреу тіккен көйлектерді біреу аяп сатып алатын шығар деген ой болды. Негізі осы отырысына өзі қатты қынжылды. Киімдеріне мән беріп жатқан ешкім де жоқ. Бірақ сұлу қыздың бұл отырысы көбісінің көңілін жабырқатты. Кеш те батып қалған. Қалтасындағы азын-аулақ тиынға жақын жерден барып ыстық нан алып келейін деп арбасының дөңгелегін айналдырып кетті. Нанын алып келе жатыр еді, оның киімдеріне бір өте сымбатты, қымбат киінген үлкен келіншек тамсана қарап тұрғанын байқады. Жанына ұшып келіп, «Апай, бірдеңе іздедіңіз бе? Ұнады ма?» деп алғашқы жақындаған адамына қуанып кетті. «Бұл дүниелерді кім тікті, кім тоқыды?» деді. «Мынаны мамам, мынаны мен», деп мақтаныш сезіммен көрсетіп жатыр еді. Майра сүйсініп, «Менің салонымда жұмыс істейсің бе?» деді. Алланың өзі жіберген бір мүмкіндік екенін түсінген Бану қуанып кетті. Салоны керемет екен, іші үлкен. Майраның қол астында 6 қыз жұмыс істейді екен. Тек байлар киінетін салонау шамасы. Бану бірден тігілген, пішілген киімдерді қызықтап кетті. Майра Бануға таза киім беріп, қызды жөніне келтірді. Бірден жалақысына келісіп алды. Бірақ қазір Бану жалақыны ойлап тұрған жоқ. Қалай базарда түнеймін деген қорқыныштан құтылғанына қуанып отыр. Майра өте ақкөңіл, қайырымды келіншек. Жалғыз ұлы бар. Ол шетелде дәрігер болып жұмыс істейді екен. Бануды қызындай көріп кетті. Банудың да қолынан өтер тамып тұр емес пе. Оның тіккен бұйымдарына сұранысты артып, Майраның ісі оңға басты. Майра ұлы Сәбитті әуежайдан күтіп алды. Жолай болған оқиғаларды Бану жайлы бәрін айтып берді. Келе салып Сәбит Банумен танысуға асықты. Себебі өзі дәрігер болған соң, әрқашан қолын ұшын беруге асығып тұратын. Банудың сұлулығына тәнті болған Сәбит бірден шетелдегі қызметкерісіне хабарласып, оған протез аяқтарын салдыруға келісті. Мұндай мейірімділікті бұрын соңды көрмеген Бану бұл кісілерге шексіз риза еді. Бір айдан соң Бану мен Сәбит Израильге ұшты. Ол жақта 3 апта болып, қайта Қазақстанға аяқтан еш айырмашылығы жоқ. Яғни айырмашылығы көрінбейтін, білінбейтін, жасанды аяқпен қайтқан Бану бақытты еді. Бір-біріне бауыр басып қалған екеуі қалай ұнатып қалғандарын да байқамай қалды. Сондықтан Сәби Бануға үйленуге ұсыныс жасағанда ол ойланбастан келісті. Тойға да аз күн қалды. Тамада таңдап отырған Бану газет бетіндегі Сара мен Нұрланның суреттерін көзі шалып қалды. Сәбиттің оның еркелігін көтеретін білген Бану, «Тойымызға 2 тамада жалдайықшы», деп өтінді. Сәбит Банудың айтқанын екі етпейтін. Бану Сара мен Нұрланды және тағы бір тамаданы жалдап қойды. Тойда басталды. Керемет көліктен, өзі тіккен керемет көйлегімен Бану түсті. Ол кезде өте шын бақытты еді. Мейрамханаға кірерде бетін фатамен жауып алды. Фатаны арғы жағында Нұрлан қолына домбырасын ұстап дайын тұр екен. Жанына келген Банудың бетін ашуға құлшынып, «Айт келін-ау, айт келін», деп сайрай жөнелді. Таныс дауыс, таныс ырғақ. Банудың есіне сол кездер түсті. Бірақ өкініш жоқ. Ол жай ғана мағынасыз естеліктер еді. Осы отырған ағайынға бір сәлем, деп шабытты тасып тұрған Нұрлан домбырамен фатаны көтерді. Ар жағынан сұлулыққа тонып тұрған Бануды көргенде, суық суды бастан аяқ құйып жібергендей сезінді. Өкініш өзегін өртеп, бозарып, қатты қынжылды. Сара да құрбысынан қандай дәрежеге жеткенін байқап, аузы ашылып тұрып қалды. Оның қолынан жұлқып ұстаған Нұрлан киініп сыртқа шығып кетті.
Ол кезде Сәбит пен Бану бақыт вальсында айналып бақытты сәттерін бастан өткізіп жатырған еді. Жетімнің ақысы. Ертеде бір қайырымсыз бай кіре тартып, базарлап келуге шаһарға аттаныпты. Керуен ауылдың шетіне шыққанда әркімнің есігінде жалшылықта жүрген 6-7 жасар жетім бала керуеннің соңынан құлдыраңдап жетіп, қолындағы елдің қайыр садақаға берген қара бақырын байға ұсынып, «Маған да базардан бірдеңе әкеліп беріңізші», дейді періште пейілмен. Тот басқан тиынға ештеңе де түспейтінін білетін бай, баланы жақтырмаса да тұлдыр жетімге не деп жауап қайтарар екен деп, айналасындағы анталап тұрған көп көзден жасқанып, уәде етеді де қара бақырды қалтасына салып алады. Ай жүріп шаһарға жетеді. Бір керуен түйені толтыру үшін бірнеше күн базарлайды. Қажетті нәрселерін алып, көңілі жайланып, базардан шығып келе жатқан бай қалтасынан жақшасын іздегенде қолына баяғы жетім баланың қара бақыры ілінеді. Қасындағы қызметшілердің көзінше уәде еткен соң амалсыз аялдайды. Базардың шетінде майда шүйде сатып отырған бақалшылардың айналасын торуылдап жүрген, жүні үрпиген бала мысықты көреді де, «Мына мақұлдың қожайыны қайсың?» деп сұрайды. Бұл осы жердегі адамдардан қалған құтқан тамақтармен күнелтіп жүрген қаңғыбас мысық қой, қажет болса ал, тегін береміз, дейді әлгілер. Онда мұны мен тегін алмаймын, сатып аламын деп, жорта мырзалық қылып қара бақырды бір саудагердің қолына ұстатады. Бақалшылар өздері құтыла алмай жүрген мысықтың пұл болғанына қуанып қалады. Күн жүреді, түн жүреді, бірақ ауылдың қарасы көрінбейді. Керуен жолдан қиыс кетіп адасады. Олар шет-шегі жоқ Сахараның шөліне кіріп шыға алмайды. Бір жұмадан соң керуеннің алды шөлден өле бастайды. Керуен басы байдың бойын үрей билейді. Бір уақытта бай мінген түйенің бір қапталындағы дорбадан бала мысық секіріп түсіп, бет ауған жаққа жүгіре жөнеледі. Оны ешкім қуып әуре болмайды. Тағы бір жұма өтеді. Керуен әбден қалжырап, шөл қысқан, құрбандықтың саны арта түседі. Түске таяу шығыстан 5-6 аттылы кісі келеді. Амандық саулықтың соң, сол жерден бірнеше шақырым жерде үлкен шаһар бар екенін, ол шаһарда тышқан көбейіп, содан оба індеті шығып тұрғындардың қырылып жатқанын, және қазір қаладан ешкімді шығармайтынын, ешкімді кіргізбейтінін хабардар етеді. Осыдан бір жұма бұрын қаламызда бір кішкентай мақұлық пайда болды. Ол келгелі тышқан азайып, індеттің беті қайтты. Халық оны Алланың бізге жіберген көмегі деп қабылдады. Ал хан сол мақұлықтың иесін іздеп тауып, маған алып келіңдер, айтар алғысым бар деп бізді аттандырды, дейді әлгі сат аттылар. Бір жақсылықтың болатынын іші сезген Сараңбай сөзге келместен, ол мақұлықтың иесі мен оны базардан әдейі сатып алып келе жатыр едім, дейді. Бай ханның алдына келеді. Шаһар іші бірнеше айдан бері дүрбелең. Оба індеті халықтың көбін жұтты. Амалымыз таусылып, Алладан ғана медет күтіп отыр едік. Міне, індеттің дауысын өзің арқылы жіберіпті. Мына қасиетті мақұлықты бізге қалдыр. Ақысына не сұрасаң да беремін, дейді хан байға. Айтқанындай хан қазынадан байға 10 түйе алтын береді де, нөкерлеріне керуенді әлгі шөлден аман шығарып жіберуін бұйырады. Хан бұйрығы орындалады. Өз керуеніне 10 түйе алтын қосылған бай жол азабын лезде ұмытып, көңілі шалықтап кетеді. Алайда оның ойын кенет әлдене селт еткізеді. Ауылдан шығарда жетім баланың қара бақырын аманаттап алғаны есіне түседі. Жетімнің ақысы Құдайдың назарында болатын жолдағы оқиғалардан соң көзін жеткізе түскен. Жарайды, 10 түйе алтынның барлығын жетім бала қалай жаратады? Тең жартысын берсем де жетеді оған. Оның үстіне ақша жетімдікі болғанымен, мысықты мен сатып алдым ғой. Сондықтан бұл алтыннан да менің үлесім бар деп, өзін іштей жұбатады.
Жолға бір күн түнеген соң бай алғашқы ойынан айнып, жетім балаға 10 түйе алтынның жартысын емес, 2 түйесін ғана беретін болады. Тағы бір күннен соң ол ойында өзгертіп, 1 түйе алтын беретін болып шешеді. Не керек, ауылына 2 күндік жол қалғанда байдың ойы тағы да нілдей бұзылады. Оң солын танымаған тұл жетім 1 түйе алтынды қалай жаратады? Құр босқа жұрттың қолында кетеді. Одан да қара бақырының орнына 1 ділда беріп есептесейін, деп ойлап жатып ұйықтап қалады. Сол түні таңға жақын бұларды қарақшылар шауып, барлық түйелерін алып кетеді. Ертесіне есін әрең жинаған бай қасында түндегі шайқастан аман қалған жігіттерін ертіп, қарақшылардың соңына түседі. Ондағы ойы қарақшы топты бастан басбұзармен мәмілерге келіп, алып бара жатқан олжалары жетімнің ақысы екенін айтып, түйелерін қайтарып алу еді. Олар қарақшылардан сәскеде қуып жетіп, әлгі сөзін айтады. Қарақшы топтың басшысы сәл ойланып тұрып нөкерлеріне: алтын артылған 10 түйені қайтарып беріңдер, ал тауар тиелген керуеннің жартысын ғана босатыңдар дейді. Сосын қайырымсыз байға қарап: сенің сөзің рас, бұл олжамызға менде күдікпен қараған едім. Олай дейтінім, біз сендерді осыдан 1,5 ай бұрын, яки сендер ауылдарыңнан шыққан бойда тонаймыз деп жоспар құрдық. Жолдарында тосып едік, бірақ керуеннің сыртынан қалың әскер қоршап бізге алдырмады. Және ол жасақтағы жауынгерлер өте сұсты еді. Қайтар жолда сендер адасып құмға кірдіңдер. Сол кезде де әскердің шебі бұзылған жоқ. Керуен шөлден аман шығып, ауылға бет түзегенде әскер тіпті қалыңдап кетті. Бірақ бір ғажабы, керуен ауылға жақындаған сайын жауынгерлердің қатары сирей берді. Тіпті кешегі түні түкте әскер қалмады. Сол ұрымтал сәтті пайдаланып, біз сіздерді тонадық. Енді түсіндім. Ол түмен қол сол жетім. Енді түсіндім. Ол түмен қол. Енді түсіндім. Ол түмен қол сол жетім баланың аманатын, алтын артылған 10 түйені қорғап келе жатқан періштелер екен. Сенің ниетің бұзылған сайын, періштелердің де қарасы жоғала бастады. Яғни саны азайды. Соңғы түні сен балаға қара бақырдың орнына 1 ділда беретінді айтқан кезде, сол кездегі періштелер саған лағнет айтып, түгел көкке ұшты. Көрдің бе? Ақырында 10 түйе алтын түгіл, өзіңнің керуеннің де бұйырылмай қалды. Аманатқа қиянат жасауға болмайды. Мына 10 түйені жетім баланың өзіне апарып бер. Байлықты берген Құдай оның иесіне тұрақтап қалуын да өзі реттейді. Жетімнің ақысын жеген оңбайды. Осыны есіңде сақта. Ал мына өз керуеніңнің 10-нан 3 бөлігі бізде қалады. Бұл да саған сабақ болсын, дейді. Жетімнің көз жасы Алланың назарында тұратынын түсінген бай 10 түйе алтынды да өз иесіне тапсырыпты.